Всем привет! Бір қыз сұрапты, онкология деген не, ол неден пайда болады деп қысқаша айтып беріңізші деп. Енді онкология деген адам организмінде тотығу деген стрессінің ең жоғары сатысы. Процесс болады организмде, вот соның ең жоғары сатысында болады. Яғни орысша айтқанда высшая степень окисления. Ол алып келетін факторлар өте көп, тек мынау деп мен сізге айта алмаймын. Енді ең бірінші нәрсе ол экологияның бұзылуы. Яғни бізде заман дамыған сайын оның барлығының өзіндік кері әсерлері болады. Сондықтан да қолайсыз экология, тәтті сусындар, тамақтанудың дұрыс болмауы, жаңағы тұрмыстық заттардағы химиялық заттардың көп болуы, пластик ыдыстар, мысалы біздің қолданатын күнде баклажкадан су ішу мүмкін адамдар, немесе үйінде қолданатын тұрмыстық заттарында пластик ыдыстар болады, тарелкалар болуы мүмкін, посудалар, соның барлығының құрамында бисфенол А деген нәрсе болады, вот солар алып келеді. Сондықтан да мысалы мен айтамын, пластик ыдыстан мысалы су ішпеңіздер, баклажканың орнына осындай эко тапперлер болады, заказ беріп ала аласыздар мысалға. Вот осындай жерлерді іздеңіздер, барынша пластик ыдысты басқа ыдыстарға ауыстырыңыздар. Және де ол стресс. Сосын стресстің сіз алып келмейтін ауру жоқ. Мен сізге айтайын, бүкіл аурудың алып келетін бір нәрсе ол стресстен. Және де тұқым қуалау әсер етуі мүмкін. Яғни отбасыңызда, туысқандар арасында қандай да бір рак аурулары болса, ол бәрібір кішкене гендік әсерін ойнатуы мүмкін. Мен сізге айтпаймын, отбасыңызда жоқ болса сізде пайда болмайды деп. Ол кез келген адамда, кез келген жаста пайда болып кетуі мүмкін. Сондықтан да әрине бір жағынан ол сынақ ретінде берілетін шығар, бірақ денсаулығыңыз аманат болғандықтан ең бірінші олардың барлығын аулақ болу керек, дұрыс сапалы ұйықтау керек, дұрыс тамақтану керек, жүру керек, 10 мың 6 мың шақырасында. Және де барынша стресске түспеу керек. Сол